Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді болып шығатын кешкі ас жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Мен алдымен барлығын ұсақтап турап алдым. Бізге қажетті заттар ол ет, бір сарымсақ, бір сәбіз, қызыл тәтті бұрыштың жартысы болса болады, бір картоп, тоже ұсақтап турап алдым. Ең алдымен қызып тұрған майымызға бірінші етімізді салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Біраз қуырылғаннан кейін бір стакан су құйып, баяу отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз етімізді. Әзірге кешегі чебурекиден қалған менде қамыр бар. Соны осылай жайып, бетін майлап, осылай кесіп дайындап аласыздар. Одан кейін сарымсағымызды, сәбізімізді салып араластырамыз. Қызыл бұрышымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Ортасын осылай ашып, бір чай қасық томат пастасын салып, оны да қуырып аласыздар. Дәміне қарай бұрыш, тұз салып, тағы да араластырасыздар. Одан кейін үстіне аздаған су құйып, суымыз осылай бетін ғана жауып тұру керек. Қайнағанға дейін тосамыз. Қайнап болғаннан кейін картопымызды салып, тағы біраз су құямыз. Бетін жауып, тағы да қайнағанын күтеміз. Енді қамырымызды дәл видеодағыдай майланған жағымен етті осылай жауып шығамыз. Біреуін салғаннан кейін қамырымызды сорпаға осылай батырып шығамыз. Барлығын кезекпен осылай салып шығасыздар. Астын баяу отқа қойып, 15-20 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.